Happy Рамадан деп, Рамазан айы құтты болсын деп, сондай Лондонның мэрі ашу салтанатын өткізді. Міне достар, сапарға шықтық. Лондонда білесіздер ма? Сонау Великобритания дейміз ғой. Сол жерде Рамазан айына қарасты үлкен Лондонның орталығында әдемі светтер қойылып, безендіріліп, Happy Рамадан деп, Рамазан айы құтты болсын деп, сондай Лондонның мэрі ашу салтанатын өткізді. Демократия деп міне осы айтамыз. Демократия дегеніміз, сен қандай дін ұстанасың, қандай ойда боласың, ашық. Ал бізде бір дін туралы, намаз туралы, орамал туралы сөйлеп қойсаң, діншіл болып кетесің, араб құл болып кетесің, қазақ емессің. Ал жаңа жыл тойлаған кезде біз бетіміз былш етпей, біздің сонау ата бабамыз өмірі тойламаған, өмірі шыршаны айланбаған, шыршаны безендірмеген бабаларымыз істемеген істі жасаймыз. Әкімдер оны ашады, бәленбай миллиардтаған ақшаны соны құртады. Сөйтіп ол кезде біз ешқандай Европа болмаса басқасын, анаусың, мынаусың бабаларың істемеген істі жасадың деп айтпаймыз. Бәрі керемет, ойбай, бұл деген нормальный дүниежүзі тойлап жатқан деп қабылдаймыз. Ал неге біз солай оразаны, Рамазан айы неге солай қабылдамаймыз? Неге біз соны осылай елімізде тойламаймыз? Достар, қалай ойлайсыздар? Бұны бүткіл біздің бабаларымыз тойлады, бүткіл бабаларымыз мойындады. Демократия қайда сол кезде? Қалай ойлайсыздар? Мен ойымша, бұл жерде әділдік жоқ. Сол үшін европалықтар қалай жасап жатыр? Олар Merry Christmas деп, өздерінің жаңа жылдарын осылай тойлайды, қаласын безендіреді, дұрыс? Және де мұсылмандардың хақысын береді. Happy Рамадан деп, Рамазан айымен құттықтайды. Өйткені ол жерде мұсылмандар да бар, христиан өкілдері бар. Нормально барлығы. Сосын достар, қалай ойлайсыздар? Біздің елімізде де осындай әділдік бар ма? Осындай неге істемеске? Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Неге жасамасқа? Неге осылай жаңа жылды да, Рамазан айында, Құрбан айт, ораза айт мейрамдарын неге осылай дұрыстап ауқымды, дұрыстап ел болып ойламаймыз, достар? Атсалысыңыздар. Әділдік болсын, демократия жақсы. Айтамыз ғой, демократияны біз қолдаймыз. Парақшамызға жазылып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Келе жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, ағайын.